Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сіздерменен 5-ші сынып қазақ тілі пәнінен 9-шы бөлім аспан әлемі құпиялары бөліміндегі сырлы да сиқырлы аспан әлемі тақырыбын бастаймыз. Дайын болсаңыз. Қымбатты оқушылар, бүгін сіздерменен сырлы да сиқырлы аспан әлемі тақырыбындағы сабақты бастауға рұқсат етіңіздер. Олай болса, ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау, мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпаратты сақтай отырып, жинақы мәтін жазу, сан есім жайында білу. Бағалау критерийі: мәтіннің мазмұнын түсінуде негізгі және қосымша ақпаратты ажыратып, сырлы да сиқырлы әлем жайлы негізгі және ақпаратты сақтай отырып, жинақы мәтін жасалады. Өз пікірін білдіре алады. Сіздер өз пікірлеріңізді білдіре отырып, жинақы мәтін жазуымыз керек. Сол тыңдалым мәтіндегі негізгі ақпараттарымыз не жайында, қосымша ақпараттар не жайында, осығанда көңіл бөле отыру керек. Олай болса, оқушылар, бірінші тапсырманы бастауға рұқсат етіңіздер. Ал оқушылар, сұрақтарға жауап беріп өтейікші. Тіпті аспан әлемі бүкіл адамзатты қызықтырады. Мейлі жасы кішіден бастап жасы үлкенге дейінгі адамдардың бәрі осы аспан әлемінің құпиясын білгісі келеді. Олай болса, бірінші сұрағымыз: аспан әлемі сені қызықтыра ма? Тамаша. Аспанда қай жұлдыздың атын білесің? Олар неге солай аталады? Аспандағы жұлдыздың атауын білесіздер ме сіздер? Қандай жұлдыздар бар? Олар неге олай аталады деген секілді сұрақтарға көңіл бөліп көрдіңіздер ме? Жарайсыңдар. Жұлдыз жорамалға сенесің бе? Жұлдыз жорамал деген білесіңдер ме? Өзі кейбір адамдар сенеді соған. Ал сен өзің сенесің бе жұлдыз жорамалға? Жарайды. Не себепті, неге? Жақсы, тамаша. Бабаларымыз аспанға қарап ауа райын қалай бақылаған? Бабаларымыз аспанға қарап ауа райын бақылап отырған ба? Қалай бақылаған? Тамаша. Үйде ата-әжелеріңіз болса, ауа райына аспанға қарап отырып, ертеңгі ауа райының қалай болатындығын айтып отырады кейде. Жарайды, жақсы. Олай болса, енді оқулықтарыңыздағы мынау тапсырмаға көңіл бөлейік. Сіздердің оқулықтарыңызда екінші тапсырма бар. Жазылым тапсырмасы. Өлеңді алғаш біз мәнерлеп оқуымыз керек. Солай ма? Одан кейін барып келесі тапсырмамызға өтеміз. Енді оқулықтарыңды қолдарыңызға алып, өлеңге көңіл бөліңіздерші. Бірге оқиық. Ақша түсе қанат, ашық көкке қарап, күбірлетіп ернін, жатыр жұлдыз санап. Оған таныс еді жұлдыздардың көбі, шашыраған көкке, көбіктей құс жолы. Батқан мөлдір көлге, секілді алтын теңге, көрінеді анық темір қазық елге. Білмепті бұл бұрын, байқалды тек бүгін, жұлдыз санау деген жұмыс екен қиын. Оқып шықтыңдар ғой, оқушылар. Бұлай болса, келесі дескриптор, өлеңді мәнерлеп оқыдық. Енді өлең мазмұнын қысқаша тұжырымдап жазасыздар. Жаңағы оқыған өлең мазмұнын, өлеңдеріңізді қара сөзбен қысқаша тұжырымдап жазуымыз керек. Жарайды. Өлең мазмұнына түсіндіңдер ғой, тамаша. Осыны қысқаша тұжырымдап жазып болғаннан кейін, енді қайтадан өлеңге көңіл бөліңіздер. Өлеңдегі негізгі ақпарат не жайында? Кім жайында? Кім жұлдыз санап жатыр? Жарайды, тамаша. Ал қосымша ақпараттар қалай деп ойлайсыңдар? Дұрыс, оны тамашалап жатқандығы, жұлдыз санаудың қиындығы, алғаш бақылағандығы. Жарайсыңдар, керемет. Енді осы қысқаша тұжырымдап жазғандарыңызды Classroom, өзіміздің сыныпта ашылған қазақ тілі пәні бойынша Classroomнан маған жіберсеңіздер болады. Жарайды.
Жақсы. Енді үшінші тапсырмаға оқулықтарыңызға қараңыздаршы, көңіл бөліп оқушылар. Үшінші тапсырма. Жаңағы біз оқыған өлең жолдарындағы өлеңмен кестемен жұмыс жасаймыз. Өлең жолдарындағы зат есімді бір бағанаға, сын есімді бір бағанаға теріп жазуларыңыз керек. Мысалы, қанат деген зат есімге, деректі зат есім. Адам аты, солай ма? Алтын теңге деп неге қатырып ол. Алтын теңге дегенде алтын қандай теңге? Алтын теңге. Сын есім, солай ма? Жарайды. Қандай сын есім? Сапалық па, қатыстық па? Жарайды, жақсы. Міне. Енді оқушылар осы жерде бұл 9 сөз таптарының бірі зат есім, сын есім. Енді біздің өтетініміз сан есім. Сан есім дегенде бастауыштан бері қарай өтіп келе жатырмыз. Сан есім нені білдіреді оқушылар? Дұрыс, заттың есімін білдіреді, санын білдіреді. Тамаша. Сан есім қазақ тіліндегі 9 сөз табының бірі. Жарайды. Заттың санын, мөлшерін, ретін білдіретін, қанша, неше, нешеу, нешінші деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы не деп аталады? Сан есім деп аталады. Сан есімдер зат есіммен тіркесіп қолданылады. Сан есімде сын есім секілді заттанғанда көптеледі, септеледі, тәуелденеді және жіктеледі. Сан есімдер құрамына қарай дара және күрделі сан есім болып бөлінеді. Жарайсыңдар. Енді 1, 2, 5 дегендеріміз дара сан есім, ал 12, 33, 27 дегендеріміз күрделі сан есім болады. Келесі сағаттарда әрі қарай тағы да талдау жасаймыз. Тамаша. Оқулықтарыңды ашып, сан есімді үйде тағы өздеріңіз қайталап, ережені мұқият оқып алсаңыздар болады. Енді тыңдалым тапсырмасына өтейік. Кітаптарыңыздың 4-ші тапсырма тыңдалым мәтіні беріп тұр. Енді тыңдаған кезде мынаған көңіл бөліңіздер. Мәтінде қандай зат есім мен күрделі сын есімдер кездеседі? Тыңдап отырған кезде осыған мұқият болыңыздар. 1-2 сабақ. Сырлы да сыйқырлы аспан әлемі. 4-ші тапсырма. Дана халқымыз ежелден ақ аспан әлемінің құпияларына үңіле қараған. Оның себебі көшпенді тірлік кешкен халық үшін табиғаттың сырын білу өте маңызды болатын. Ал аспан сол табиғаттың тылсым сырларын бойына бүгіп жатқан, құпияға толы сырлы дүниенің шексіз де шетсіз кеңістік әлемі екені сөзсіз. Жадыраған жаз мезгілін жайлауда, боранымен қыспаққа алатын қыс мезгілін қыстауда өткізетін аталарымыз зеңгір көктің тылсымына терең бойлап, сол арқылы күнделікті тіршілігіндегі әрекетін жоспарлаған. Қашаннан да 4 түліктің бабын жасай білген халқымыз оларды әрдайым қоңды ұстау үшін табиғаттың тосын құбылыстарын алдын ала болжап, әрдайым дайын болып отырған. Қауіп қатерді алдын ала сезген олар тіршілік қамын жасап, қорадағы түлікті ешбір шығынсыз аман өсірген. Ешқандай обсерваториясыз, ешқандай техникалық құралдарсыз-ақ көктің тілін түсінген қазақтың қабілеті еріксіз таңғалдырады. Табиғат жайлы білім жинақтала келіп, тұтас бір ұлттың дүние танымына айналады. Мәтінді тыңдап таныстыңдар, оқушылар. Енді ойланыңыздаршы, осы тыңдаған мәтіндеріңіздегі негізгі ақпарат жайында. Негізгі ақпарат қайсы? Дұрыс, аспан әлемі. Жарайды, тамаша. Ал қосымша ақпараттар не? Ата-бабамыздың қаншалықты аспан әлемін бұрыннан зерттеліп білетіндері, солай ма? Қазақ ата-бабаларымыздың осы іс-әрекеттері. Жарайды, тамаша. Енді негізгі ақпарат пен қосымша ақпараттарды естеріңе түсірдіңдер ғой, мәтін не жайында екені естеріңе түсті. Енді зат есімдер бар ма мәтінде? Қандай зат есімдер бар? Жарайды, жақсы.
сын есімдерді естеріңе түсіріңіздер. Олай болса біздің келесі үй тапсырмамыз осы оқылым мәтіні бойынша, тыңдалым мәтіні бойынша бері келіп отыр. Кітаптарыңыздағы 151 парақтағы 5-ші тапсырма беріледі. Енді 5-ші тапсырмада тыңдаған мәтінді өз сөзіңмен баяндап жазуларыңыз керек. Қандай мәтін не жайында, соны тұжырымдап, әдемілеп, баяндап, өз сөздеріңізбен жазып шығыңыздар. Олай болса, оқушылар, мынау бүгінгі тыңдалым мәтіндерін, оқылым мәтіндері, мынау тапсырмалардың бәрін сіздердің өздеріңізге жолдап жіберіп қоямын. Тапсырманың орындап Classroom арқылы, WhatsApp арқылы маған жіберсеңіздер болады. Түсінбеген сұрақтарыңызды қайталап маған жеке өзіме шықсаңыздар болады. Тапсырманы орындап маған жібересіздер деп ойлаймын. Сау болыңыздар.